Ел жаңалықтарына оралсақ, Батыс Қазақстан облысында киіктен зардап шеккен оңтүстік аудандарда төтенше жағдай жариялануы мүмкін. Өйткені биылғы шөптің шығымы көңіл көншітпейді. Жаңа қылтиып келе жатқан көкті сәуірдегі салқындық буып тастаған. Азын шоғын шығынын киік таптап кеткен. Енді шабындыққа шалғыс алған шаруалар қысқы мал азығын қайдан дайындарын білмейді. Осы өңірден Ерденбек Жылқайдарұлы әңгімелейді. Бөкей Ордасы ауданы Бөрлі ауылының тұрғыны Мырзабай Боранбаевтың құмнардың етегіне егін салғанына биыл 3-ші жыл. Мал тұяғы тоздырып, тек изен мен жусан қалған жерде электр бақташымен қоршапты. Ішіне күздік қарабидай, арпамен қатар түйе жоңышқа, эспарцет судан шөбін егіпті. Осы алақандай жерден мыңдаған малға керекті жем шөпті орып алам деген ойы болған. Алайда қаптаған киік тыным берер емес. Күні-түні мотоциклмен, машинамен бағып жүргеннің өзінде жабайы жануарлар орданы қорғып, сымнан секіріп, егісті отап жатыр. Киік мәселесі өте көп мәселелер туғызып тұр. Мынау кеше есебіп агрономдармен етіп қарағанда 15-тен бері үйде тұрған егін. Мына киік түскеннен кейін уже 5 центнерден ала алсақ жақсы деп ойлап отырмыз. Қатты зардабын шегіп жатырмыз. Енді оның жаңағыдай біреу келіп жаңағыдай шығыныңды ешкім өтемейді. Соған бір көмек, қаржы бірден бөлем үкімет сондай үмітпенен қараймыз. Бірақ оның қаншалықты шешілетін мәселе екенін білмейміз. Қазір өңір шаруалары шабындыққа шалғыс алды, алайда шөптің шығымы нашар. Қос трактормен таңнан кешке дейін шапқанда 15 рулан ғана түсіп тұр дейді Бөкейордалық Жасұлан Шәкіров. Былтырғыдан дауысы өнім жоқ. Осы бар жер тырналап отырмыз. Сол өнім жоқ, өнім нашар. Мына былтыр шабылмай алған жер енді сонда түсіп жатқан мынау. Казталов, Жәнібек аудандарында да жағдай мәз емес. Арнайы құрылған комиссия ауылдарды аралап шабылған шөпті өлшеп, шығынды есептеуде. Қазір 3-4 ауылдарда шөп жоқ. Осыған байланысты біздер енді қазір үкіметтен мына шығындарын өтеуге, егерде мына шөпті тасымалдайтын болсақ, басқа ауылдардан соның тасымалдауына байланысты шығындарын жаңағы өтеуін облыстық бюджеттен көмек ұсыныс ретінде сұрап жатыр. Алайда киіктен келген шығынды өтеу тетіктері еш заңда жазылмаған. Бірқатар облыстардағыдай әр аналық басқа 30 мың теңгеден субсидия төлейін десе, оған облыстық бюджеттің мүмкіндігі шектеулі. Күні кеше Астанаға барған облыстық мәслихат депутаттары ауыл шаруашылық министрімен кездесіп, осы мәселені көтеріпті. Біз кеше қойған көтерген сұрағымыз министрға биылғы жағдайдан қалай шығамыз? Субсидиялау жағынан қыстан шығу үшін мал азығын дайындаған, мал азығын сатып алуға. Бұл дайындауға емес, мал азығын сатып алуға керек болады деп отырмын. Көмек ретінде 10 миллиардтай ақша керек болады. Ол ақша облыста бізде жоқ. Министрдің бір ұсыныс айтады, облысқа ЧС осы мына еманы киіктен келген залал келген аудандардың ауылдарға ЧС объедетіп, сол ЧС арқылы ақша бөлу жол тез болады деп отқан министрдің ұсынысы сол. Дегенмен мұның бәрі тығырықтан шығар уақытша жол дейді депутат. Шұғыл түрде киік санын шектемесе, келешекте шабындық түгіл жайылым жер болмауы мүмкін. Ақбөкендер соңғы жылдары қала маңына дейін жетіп, астықты алқаптарға ауыз салды. Диқандар егін ексе қып-қызыл шығынға батады, екпесе пайдаланбаған жерді мемлекет қайтарып алады. Экология министрімен сөйлестік, олар да айтып жатыр, біз жолдарды қарап жатырмыз. Біздің айтып отқанымыз кеше бүгінгі күнге 1,5 миллион бізде киік болса, төлемен қосқан кезде 2,5 миллионға барып отыр. Саны ол келесі жылы 3 миллион барады. Содан кейін 5 миллион сонда біз қалай жасаймыз? Сонда батыста біз әлде мүлде шаруаны қою керекпіз. Киік өсіру керек тек қана. Бірақ нақты жауап жоқ. Қазір облыс басшылығы киіктен зардап шеккен шаруаларға көмектесудің жолдарын іздестіруде. Батыс Қазақстан облысынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Қанат Махмудов, Эльдар Аюпов, Хабар 24.